Ассалаумағалейкум, тасқадар ағайындар. Мен кеше бір нәрсе жайлы айтып едім ғой. Құрбан айт, тиктокым қосылмай тұр. Бір 3 минутқа келейін деп едім. Тиктокта видео түсірмейсің да. Тиктокта просто өзі түсіреді да. Кейде ана тамақ ішіп жатқан болып қалады ғой, соларды алып тастаймын ғой мен. Алмайтын болса, мысалы, солай кетіп қалады да ол. Жасамай тұр. Енді айтайын дегенім, құрбан айт қой кешегі. Тірілердің мейрамы дедік қой. Бір ана бөлім бады, бөлім. Нешеге өлем дейді ғой. Сол жайлы айтып бөліп тұр да, нені. Мә? О, тағы дейтіп қалыпты. Мынаны бүгін мынау жайлы айтып бөліпті. Баяғыдағы ертедегі нем. Жаңа тауып алдым, әрмәдан келгендегі кездегі бұл. Әрмәдан келген кездегі. Енді қайда салып алам? Салмайым ешқайға. Қалампырды нетігі бола ма ағайындар? Қалампырды жеуге бола ма жүрегі ауыратындарға? Мен жүрегім ауырмайды. Мен кеше бір жерде естіген, ол шын бекен, өтірік бекен, білмеймін. Бұрынғы кезде киіп алып жүрмейсің ғой, кеше айтқанымдай. Қате жері қайта айтып қойды ма, жүріп бір кейбір видеолар болса қате кетіре алмаймын мен. Үкімет жамандап жатқан жоқпын ғой. Бағана таруат, төбелесіп қалсаң деп өйтіп шықпайсың ғой да, әлмәдеге. Тойға барғанда, бір жерге барғанда. Ішкендер тиісет, бүйтет, сөйтет деген сияқты. Таспиқ жайлы айтам ба, не айтам ба деп бағана үлгермей жатырмын да, бір жерге кетіп бардым да. Енді мынаны соқпаймыз. Мұндай, бүгін басқа костюм ғой, көрдіңіз ба? Бүгін басқа костюм. Көрінбейді екен ғой. Бүгін басқа костюм. Екінші телефон істемеке істемеймін көрейік. Екі тиктогын қосып қойын деп едім. Маған типпейін деп едім мен. Жыртылып қалса. Несін қарап жүрмін ғой андай. Бұл ашылмайды екен тикток. Жақсы, ашылмасын. Ашылмасын. Қалай, костюм жақсы ма? Так, бұл да новый жаңа нестен білеме салыптан. Жаңа, ертең тағы бір өңгем. Бүгін дос баламның мамасының шектігі. Ертең тағы бір жерге барам. Мен айтайын дегенім, кейде қателерге барам мен де ағайында. Сол кезде қандай болады. Қара шешім ғой мен бағаран. Соны қиынсылады кейбір адамдар. Байқаймын. Биттен айта алмаймын. Сосын менің бір жаман нәрселерімді байқап қалсаңыздар, оны көпшілікті де айта беріңдер. Оған мен тымдан етпеймін. Наоборот, мен деген сол адамды сүйіншілеймін. Ақшам болса ақшалай берем. Енді арабша айтпай қойыңыздар. Таза білмеймін арабша. Бұл жайлы айтпай қойыңыздар болады. Потому что егер сіз білсеңіз, ондайларға да айтам мен. Егер сіз білсеңіз, менің ойыма отырыңыз. Мен енді жоқ. Молда көп қой былай жалпы. Мешіттен сұрайды молданы. Енді әкімшілік, бүткіл әкімшілік соған бағынады да. Менің сертификатым да жоқ. Бірақ бағанағыдай жоқ болған кезде мен қол ұшын беремін. Бір қателер болып жатады, жаназалар болып жатады. Молда кетіп қалады. Өлгеннен кейін тамақ ішілмейді дейді де. Сол кезде мен орнына қалып қоямын. Сол үйдің иесі алып қалады мен. Көмектесіңізші деп. Қалай мен білетін Фатиха, Ықылас, Нас сүрелерін не үшін айтпаймын мен да. Егер дін білмесеңіз да, сүрені мысалы Ықылас сүресін білсеңіз, ол Ықылас сүресі Құранның бір шама несін қамтиды екен. 80% дейма сондай қамтиды екен. Бүткіл Құранды оқығандай болады екенсің. Ықылас сүресін оқысаңыз. Оқу ала хат деп оқылады ғой. Фатиханы білген жөн. Таспиқта айттым, кеттім жаназаға мен айтпақ. Жүре алмай қаламын онда ағайын.
амандық